тәрбие ана сүтімен беріліп, ана тіліңізбен қалыптасып, тал бесіктен сіңірілуі шарт. Олай болмаса, қаһарман атамыз Бауыржан Момышұлы айтқан қайырымсыз ұрпақ өсіп шығады. Біріншіден, бесік жырын айтатын келіндер азайып бара жатқанынан қорқамын. Екіншіден, немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің көбейіп бара жатқанынан қорқамын. Үшіншіден, дәстүрді сыйламайтын балалардың өсіп келе жатқанынан қорқамын. Өйткені бесік жырын естіп, ертегі тыңдап, дәстүрді бойына сіңіріп өспеген баланың көкірек көзі көріп ала ма деп қорқамын деген екен батыр бабамыз. Бұл айтылған сөз өте орынды. Десек те, бұл орайда, яғни бала тәрбиесінде әке мен ананың алар орны ерекше. Олар берген тәрбиені 100 мектеп те, 100 ана да бере алмайды. Осы айтылған сөздерді басшылық қала отырып, тәрбие деп аталатын халқымыздың ғасырлар бойы жинақтап, іріктелген озық тәжірибесін пайдалануымыз қажет. Ұлттық тәрбие біздің ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін асыл қазынамыз. Ұлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған көптеген мәселелерді, ана тілін, ата тарихын, ұлттық салт дәстүрін білмейтін жастар, тастанды жетім балалар, қарттар үйлеріндегі әжелер мен аталар, нашақорлыққа салынған жастар, тағы басқаларды бірте-бірте жоюдың және олардың алдын алып болдырмаудың негізгі жолы. Қазақ халқы шешенге де, көсемге де бай ел. Олардың жүрген жолы, өткен өмірі өсіп, кейінгі ұрпаққа үлгі болардай баға жетпес байлық. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі. Сондықтан да ұлттық тәрбие ел болашағы. Бағыз заманнан бізге жеткен даналықтан дән іздеген көреген күйеу аналарымыздың әлемде жоқ әдебі, таңдай қақтырарлық тәлімнің тамыры үзілмесе, өткеннің өресі биік өнегесінен көз жазып қалмасақ, тәрбие саласындағы көшіміздің көрікті, жолымыздың жарқын болатыны, жиған терген олжамызды кәдемізге жаратарымыз анық.